Шыны, су немесе басқа мөлдір материал арқылы өткенде жарықтың сынатынын бәріміз білеміз. Микроскоп, шамшырақ пен көзілдірік осылай жұмыс істейді. Жарықтың сыну себебі ол шыны немесе су арқылы ауадағымен салыстырғанда баяуырақ өтеді. Бірақ ол неге баяулайды? Және екінші жағынан шыққанда ол қалай өдейді? Оны ештеңе келмейді ғой. Егер жарықты толқын ретінде қарастырсақ, онда мұны түсіндіру оңай. Электромагниттік толқындар ауамен өткеннен гөрі шынымен баяуырақ жүреді. Сөйтіп толқын жоталары жай ғана бір-біріне жақындай түседі. Алайда жарықтың тербеліс жиілігі өзгермегендіктен, оның түсі де өзгермейді. Толқын қайтадан ауаға жеткенде, оның түсі өзгермейді. Ал жоталарының арақашықтығы артады да, ол жарық жылдамдығына оралады. Оңайлатып айтқанда, толқынның энергиясы оның жиілігімен немесе түсімен анықталады. Ал ол өзгерген жоқ. Сондықтан екінші жақты үдеу үшін оған қосымша импульс керек емес. Бірақ сіз айтасыз, тоқта, мен жарық кез келген сынақ жүйесінде бірдей жылдамдықпен таралады деп ойлаушы едім. Оның қалай баяулайтынын әлі түсіндірген жоқсыңдар. Жарайды. Енді жарықты бөлшек ретінде қарастырайық. Жарық шыныдан өткен кезде ол әртүрлі молекулалар мен электрондармен соқтығысады. Ол қашанда жарық жылдамдығымен қозғалады, бірақ жолай талай нәрсемен әсерлесіп, талайын соғады. Сондықтан ол шыны арқылы міндетті түрде ең қысқа жолмен өтпейді. Ол бөлмені кесіп өтпек болған Құрама Штаттардың президентіне ұқсайды. Егер бөлме бос болса, тура өте шығуға болады, ал бөлме президентпен қол алысқысы келетін адамдарға толы болса, ол бір кісіден екіншісіне қарай толық президенттік жылдамдықпен жүрсе де, бәрібір жолай баяулайды. Бірақ ол бөлмеден шыға салысымен өз қарқынын қайта табады. Бар екпінмен алға, президент мырза.